Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Мико Хакер. Бүгін дейтін мен достар, сіздерге Майнкрафттың қызықты бір құпиясын айтатын боламын. Достар, мен көптен бері достар видео түсірмей кеттім. Айбетпеңіздер, менде еще уақытта болмады, еще Майнкрафт түсіруге желание болмады. Неге десеңіздер, ешкім маған лайк баспады және де каналыма жазылмады. Енді бүгін әрең дегенде Майнкрафттың бір қызықты бір құпиясын көрсететін боламын. Яғни біз бүгін сәрсенбінің сәтті күнінде видео түсіретін боламыз. Ендеше біз видеоға кеттік. Мінекей достар, мен видеоны бастадым. Енді біз мына табличканы оқиық. Команданы жазыңыз. Енді біз бұлай команда жазуымыз керек. Бұлайдан міне енді бұлай осылай бұлай енді осылай енді біз жібереміз. Міне бізге осындай екі номер келді. Міне осындай екі номер келді. Жаттап алуымыз керек. Міне 15912 296 15912 15912 15912 15912 және 70 262 дей ма? Білмеймін. Қазір мен 296 15912 міне бұлай ТП 15912 70 және де 296 дейміз. Енді біз жібереміз. Міне достар, біз осындай бір үйге тап боламыз. Қазір міне енді біз ночный зрение деген зельяны ішіп алайық. Міне осындай зельяны ішіп алайық. Мінекей достар, осындай үй алып, осындай керемет үй десе де болады. Осы үйдің қазір мен биіктігін көрсетіп жіберейін. Оның ішінде сундуктар да бар, өзіңізде қаралауыңызға болады. Міне үлкен осындай үй. Өз басым осы маған қатты ұнады үй. Міне өте үлкен үй осындай. Міне бұл кімдердің үй десеңіздер, қараңыздар. Міне бұл осындай подпорниктар мен вызывательдардың үйі. Өте үлкен үй. Міне осындай. Ішінде солар тіршілік етеді. Міне осындай. Мен осы үйдің ішін қаралап шығайық. Мінекей. Осы үйді білетіндері де бар, білмейтіндері де бар. Осы алып үйді кім білмейді, сол лайк басыңыздар. Міне достар, бұл өте алып үй. Ішін өздеріңіз қаралап көріңіздер. Ал мен ішін уже қаралап қойғанмын. Бүгінге осы достар, мен сіздерге Майнкрафттың қызықты бір осындай құпиясын көрсеттім.
Сіздермен болған Мико Хакер. Сау болыңыздар достар, және де сіздерге қайтарым лайк басып каналға жазылыңыздар. Ендеше сау болыңыздар достар.